Қазақстанда 2-3 бөлмелі пәтердің коммуналдық қызметтерінің құны бір жалақының шамамен 11%-ын құрайды. Мәліметтерге сенсек, Қазақстан ТМД елдерінің арасында ең арзан коммуналдық қызмет төлейтін ел. Мәселен, Numbeo рейтингі бойынша 85 шаршы метр пәтер үшін қызметтердің құны елімізде айына 47 ақш долларын құраған. Салыстырмалы түрде алсақ, бұл көрсеткіш Ресейде айына 131,8 доллар. Бұрындар әрине КСК қабылдап отырды осы төлемдердің барлығын. Биыл 2022 жыл шілде айынан бастап КСК-лар жабылып, ОСИ құрылатын болды. Яғни тұрғындар өздері бірігіп, осы өздері тұратын үйді қамтамасыз етеді, өздері қояды, қандай баға төлейді деген сияқты. Соған байланысты бүткіл осы тұрғындар бірге бірігіп хаттама толтырады, сол хаттамада белгілейді. Осы үйді қамтамасыз ету үшін ай сайын, болмаса 3 ай сайын, квартал, бір кварталда бір рет осындай ақша төленеді деп. Сол ақшаға үйдің жаңағындай керек заттары, ремонт, шатыр дедік, одан кейін мына бояу керек қабырғаларды, сыртында бір шлактар түсіп қалады, соны жасау керек деген сияқты жасалынып отырады, жылынан бір рет. Бұл тұрғын үйді күтуге арналған шығындар, ал ыстық су мен суық су, канализация жұмыстары үшін аула тазалығы, жарық, байланыс қызметі, газ құрылғысының қызметі, лифт ақысын арнайы орындар бекітеді. Оны біздің осындай АЛТС бар мысалға, Алматы жарық компаниясы бар деген сияқты, солар өзінің бағасын қойып отырады. Сол бағаға жаңағы ОСИ тура сол бағаны көрсетіп, әр үйге бөліп тастау керек, счетчик бойынша. И сонымен төлене береді. Счетчик болмаған жағдайда адам басына есептелінеді. Әр мысалы пропискада тіркеуде қанша адам бар, адам басына өзінің ставкалары сол ставкамен есептелінетін болады. Табиғи монополия туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес тариф 5 жыл және одан көп мерзімге белгіленеді. Аталмыш тарифтің мерзімі аяқталуына байланысты 3 табиғи монополияның 2021-2026 жылдарға жаңа тарифтері бекітілді. Егер тариф заңға сай болмаса, тұрғындардың құқығы заң аясында қорғалады. Мәселен, 2019 жылдан бері департамент тарапынан 1 миллионнан аса адамның өтініші заң аясында қаралып, оң шешімін тапқан екен. Энергияны, суды, ыстық суды, жыл суды беретін ұйымдар бар. Алматы жарық компаниясы делік мысалы тоқ беретін. Сол компаниялар жазасыздар, қанша теңгеден сіздер тоқты жеріп отырсыздар. Сол кезде шығады қанша теңгені жеріп отырған, және сізге келген квитанцияны есептейсіздер тоқ бойынша мысалға. Сөйтіп бұның шығаруға болады. Шын мәнінде төрағасы, ОСИ-дің төрағасы алдап отыр ма, алдамай отыр ма, соны шығарасыздар сөйтіп. Егер бұған қанағаттанбасаңыздар, одан ары қарай ОСИ-дің төрағасына сотқа жүгінуге болады, мысалы құқық қорғау органдары прокуратураға жүгінуге болады. Көбінесе жаңағындай ремонтқа байланысты, РСЖ дейміз ғой, сол ремонтқа байланысты ақша төленіп жатыр, бірақ құрылыс жұмыстар, ремонттар жоқ дейді. Сол бойынша көбінесе хабарласады.